Демек, мешітке миллиондар түсіп жатса, онда мұсылмандар жұмыс істеп жатыр деген сөз. Өйткені мешітке мына тәңкөшбайлар сендер ақша бермейсіңдер. Осы біреу бар, кімге ренжіп жүр өзі? Өзінен өзі іріп шіріп, арақтың боқтығына тойып алып, анау тәңкөш, мынау мұсылман, мынау пәленше деп қаймағы бұзылмаған текті қазақтың арасын ірткі салып жүрген мынандай алауыздардан, ағайындар, қоғамды тазалау керек. Муфтияттың құлағына алтын сырға, мынандай алаяқтарға уағыз айтқызбау керек. Ессіз семірсе есігін тебет, есек семірсе егесін тебет деп, халықтың садақасын семіріп алып, халықтың арасына ірткі салып жүрген мынандай алаяқтар тыңдамаңдар, ағайындар. Бізге қазір мынау пәленше, мынау түгенше деп бөлінетін уақыт емес. Көк туымыздың астында, тұғырлы тәуелсіздігіміздің құшағында бір жағадан бас, бір жегінен қол шығарып, жұдырықтай жұмылуымыз керек.